Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіз. Бүгін бір оқырманның сұрауы бойынша Бурабайда орналасқан көрнекті орындардың бірі Жұмбақтастың суретін салып көрмекшімін. Осы суретті салу барысында Жұмбақтастың қалай пайда болған туралы аңызбен де таныстым. Сол аңызды сіздерге де айтып беруді жөн көрдім. Ертеде мыңдайдаған азуы 6 қарыс бір бай болған екен. Байдың ұлы көп, ал қызы жалғыз-ақ екен. Қызы бет біткеннің көріктісі, ақылды, өнерлі болыпты. Әкенің ойы қызын хан баласына немесе ақылгөй бей баласына беру екен. Күндердің күні сол елге бір сері жігіт келеді. Өзі сұлу, өзі әнші, өзі күйші, 8 қырлы бір сырлы жігіт екен. Үлкен де кіші де оны ауыздарынан тастамай мақтаумен болады. Бірде жігіт байдың қызымен жүздеседі. Екеуі де махаббат отына жанып, жас жүректер жалындап табысады. Бірақ қыздың әкесі олардың қосылуына өлмейінше ризашылық берер ме? Соны білгендіктен қос ғашық ретін табады да, екі сәйгүлікке мініп түн жамылып қашып кете барады. Талай күн, талай түн бел шешпестен суыт жүріп Бурабайға келіп жетеді. Күміскөлдің жағасынан хош иісі аңқыған жасыл жапырақ көк балаусадан үй тұрғызады. Жігіт сәнді қайық жасайды. Онымен екеуі көл бетіне шығып сайрандайды. Суда шошып ойнаған балықтарды қызықтайды. Махаббат періштесіндей аққуларды тамашалайды. Қосылған қос аққуда екі жастың махаббатқа мас, қызықты күндері осылайша өтіп жатады. Бұл кезде оларды қыздың ағалары шарқ ұрып іздеп жүреді. Қызының салт басты сабау қамшылығы бір әуеймен қашып кеткен білгенде, әкесі жер тепкілеп күркіреген болатын. Бүкіл елін қырып жібере жаздаған. Ұлдарына жасақ қосып беріп, қуғынға аттандырған. Жігітті өлтіріп, қызын қайтып әкелуге қатал әмір еткен. Әке қаһарынан қорыққан ұлдардың бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Айлардан айлар өткен бір кездері қашқандар ізінің сорабын дәл тауып, қауіп-қатерсізде төбеден түсуге шақ қалады. Әйтеуір Құдай сақтағанда екеуінің көзі олардың қарасын ертерек шалып қалған еді. Оны-мұны керектерін алып, жан ұшырып қайыққа жетіп үлгереді. Бөгелместен көлге шығып кете барады. Қуғыншылар бармақ шайнап қала береді, бірақ кейін қайтпайды. Бай қаһары қатты. Жағалауда торауылдап жүреді де қояды. Олар қайықтың көгілдір қолтыққа жиі соғатын байқайды. Қайық бір табылса, осы арадан табылып қалар, деп аңдиды. Қалың жапырақты жамылып, жасырынып, садақ ыңғайлап күтіп отырады. Оларды екі жас аңғармайды. Бір жолы жағалауға тым жақын келіп тоқтамай ма? Оңтайлы сәтті пайдаланған қыздың ағалары қапы жібермейді. Жігітті кеудеден көздеп садақты тартып кеп қалады. Найзағайдай зу еткен сұр жебе жігіттің тура жүрегіне қадалады. Жігіт қайықтан ауып құлап түседі. Күміс суды қызыл қанға бояп, шың батып кете барады. Ғашық жарынан арманда айырылған аяулы ару қайғыдан зар еңірейді. Сүйгенінің артында қалған тіршіліктен безінеді. Екі кеш зауал шақта таудан асып бара жатқан күн көзіне қарап, екі қолын бірдей созып, Тәңірге жалбарынады. Өзін қайғымен бірге тасқа айналдырып жіберуін тілек етеді. Жасаған ие оның шын төгілген көз жасын қабыл қылады. Кейінде ата-бабаларымыз кіршіксіз махаббатқа куә сол тасты Жұмбақтас деп атап кеткен. Бір жағынан қарасаң кәдімгі кеме, екінші жағынан қарасаң шашын жел жұлқылап тұрған қыз бейнесі. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, сізге пайдасы тиіп жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды.